Бір кездері Тимур есімді кішкентай бала болған. Ол көңілді, батыл және өте қызық болды. Ең бастысы, Тимур айналасындағылардың бәрін зерттеп, ашық ауада уақыт өткізгенді ұнататын. Бірде анасы оған әртүрлі жануарларды, сиырларды, қойларды, тауықтарды және әрине жылқыларды көруге болатын фермаға баруды ұсынды. Мұны естіген Тимур бірден қуанышқа бөленді. «Анашым, мен жылқыларды тамақтандыра аламын ба?» деп сұрады ол, оның көздері шыдамсыздықпен жарқырады. Анам күлімсіреп: «Әрине, мүмкін. Жылқылар өте мейірімді, егер сіз олармен еркелетсеңіз, олар сіздің досыңыз болады». Олар фермаға келгенде, Тимур мұнда қанша жануар бар екенін көріп таң қалды. Барлық жерде қойлар мен сиырлар жайылып, кішкентай ешкілер жүгірді, ал қоралардың бірінде бірнеше керемет жылқылар тұрды. Олардың пальтосы күн сәулесінде жарқырап тұрды, және олар өте сабырлы және мейірімді болып көрінді. Бірақ әсіресе Тимурға бір ат ұнады. Оның есімі Жайна болатын. Ол әдемі еді. Оның ұзын, жалын желмен желбіреп, Тимурға қызығушылықпен қараған үлкен, мейірімді көздері болды. Анам себеттен үлкен, жаңа сәбіз алып, оны Тимурға берді. «Жайнаны тамақтандырғыңыз келе ме?» деп сұрады анам. Тимур біраз уайымдады, өйткені жылқы өте үлкен болды. Бірақ анасы оны қолдады. «Қорықпа, Тимур, Жайна мейірімді жылқы. Ол сәбізді мұқият алып, сізді бірден жақсы көреді». Тимур сәбізді қолында мықтап ұстап, қаламға жақындап, сәл тартыншақтап, оны Жайнаға берді. Жылқы басын ақырын еңкейтіп, сәбізді иіскеп, жұмсақ ернімен ақырын алды. Ол «рахмет» дегендей ақырын күрсінді. Тимур жүрегінде қуаныш төгілгенін сезді. Ол Жайна үшін жақсы нәрсе жасады, және бұл сезім керемет болды. Келесі күні Тимур тағы да анасынан фермаға баруды өтінді. Енді ол Жайнаның мейірімді екенін білді, және оны қайтадан көргісі келді. Олар келгенде Тимур енді алаңдамады. Ол сәбіз мен алманы ұстап, қаламға батыл жақындады. Жайна оны танып, қуанышпен ұрды. Тимур оған сыйлық берді, содан кейін оның арқасын ақырын сипай бастады. «Сәлем Жайна», деді Тимур, «мен саған тәттілер әкелдім. Сізге ұнайды деп үміттенемін». Жылқы сәбіз мен алманы жеп, содан кейін Тимурға алғыс айтқысы келгендей ақырын күрсінді. Бала олардың арасында шынайы достық пайда болғанын түсінді. Жайна оған сенді, ал ол оған қамқорлық жасауды үйренді. Бірнеше күн өтті, Тимур күн сайын Жайнаға келді. Ол оны тамақтандырды, еркелетті, онымен сөйлесті, оған өзінің шытырман оқиғалары туралы әңгімелер айтты. Жылқы оны әрдайым қуанышпен қарсы алды, тіпті Тимур оны еркелету үшін басын еңкейтіп отырды. Бірақ бір күні Тимур фермаға келгенде, Жайнаның қайғылы болып көрінгенін байқады. Ол қаламның бұрышында тұрды, және оған әдеттегідей жақындамады. Тимур анасына даусымен үрейленіп келді. «Анашым, Джейн неге сонша қайғылы? Ол мені бұрынғыдай қарсы алмайды және күрсінбейді». Анам атқа қарап жауап берді. «Мүмкін Джейнге сіздің назарыңыз жетіспейтін шығар. Тимур, жануарлар, адамдар сияқты күтімді қажет етеді. Олар үшін олармен уақыт өткізу туралы ойлану маңызды». Тимур ойланды. Ол әрқашан Жайнаны тамақтандырды, бірақ оған тек тәттілерден басқа нәрсе керек шығар. Ол күні бойы онымен бірге болуды шешті. Тимур қораға жақындап былай деді: «Сәлем Жайна, кешіріңіз, мен сізбен аз уақыт өткіздім. Бүгін біз күні бойы бірге боламыз». Ол өзімен бірге щетканы алып келді, және оның жылтыр пальтосын ақырын тазалай бастады.
Жылқы оның қамқорлығынан ләззат алғандай тыныш тұрды. Тимур оны қаншалықты көп тазалаған сайын, жайна соғұрлым жақсы көрінді және оның көздері жеңіл әрі мейірімді болды. Тимур жылқылар, адамдар сияқты, оларға қамқорлық жасағанда сезінетінін түсінді. Тимур біткенде ол жайнаның қайта тірілгенін көрді. Ол қуанышпен құйрығын сермеп, үнсіз ұрды. Бала өзін бақытты сезінді. Ол нағыз мейірімділік сәбіз немесе алма әкелу ғана емес, уақыт бөлу, жылулық пен қамқорлық беру екенін түсінді. Бірнеше күннен кейін фермада жұмыс істеген фермер Тимурға жақындап мынаны ұсынды. Тимур, сен жайнамен көп уақыт өткізесің. Ол сені қатты жақсы көреді. Оған мінгіңіз келе ме? Тимурдың көзі қуаныштан жанып кетті, бірақ ол аздап қобалжыды. Ол бұрын ешқашан атқа мінуге мәжбүр болған емес. Қорықпа, деді анасы, жайна сенің оның досы екеніңді біледі және сақ болады. Фермер Тимурға жайнаның артына көтерілуге көмектесті. Бала оның жалын мықтап ұстады, ал жылқы баяу жасыл алаңға шықты. Тимур бастапқыда аздап қорқып кетті, бірақ көп ұзамай жайнаның сенімін сезінгендей абайлап және жұмсақ жүретінін түсінді. Жел Тимурдың бетін ақырын үрлеп жіберді, ал жылқының аяғының астында шөп сыбдырлады. Бұл бала үшін сиқырлы сәт болды. Ол өзін еркін және табиғатпен байланысты сезінді. Серуендеу аяқталғаннан кейін Тимур көзіне жас алып, жайнаны мойнынан қатты құшақтады. Рахмет, жайна, деді ол басын сипап. Сіз маған мейірімді және қамқор болу маңызды екенін үйреттіңіз. Біз әрқашан дос болуымыз үшін мен сізге күн сайын келемін. Жылқы онымен келіскендей үнсіз күрсінді. Тимур шынайы достық сүйіспеншілікке, қамқорлық пен назарға негізделгенін және бұл сезімдер әлемді жақсартатынын түсінді. Үйге бара жатқанда Тимур ойланып анасынан сұрады. Анашым, сен қалай ойлайсың, жайна мені есіне алады ма? Анам күлімсіреп жауап берді. Әрине, есімде, Тимур, жайна сенің оны қалай жақсы көретініңді және оған қамқор болғаныңды көреді. Жануарлар оларға мейірімділікпен қарайтындарды ешқашан ұмытпайды. Тимур өзінің ішіндегі жылы қуанышты сезінді. Ол жайнамен достық қарым қатынасы онымен мәңгі бірге болатын ерекше нәрсе екенін түсінді. Енді ол мейірімділік тек сөздер емес, тіпті ең үлкен және ең күшті жануарлардың жүрегін жылытатын әрекеттер екенін білді. Содан бері күн сайын Тимур жайнамен бірге болу үшін фермаға келді. Ол оған тәттілер әкеліп, жүнін тазалап, үтіктеп, жаңа шытырман оқиғалары туралы айтып берді. Әр жолы жайна оны қуанышпен қарсы алды, өйткені оның кішкентай досы оны ешқашан ұмытпайтынын және әрқашан сонда болатынын білді.